қиын жол ұстаз болу білгенге. Пейілдер ыстық дайым күннен де. Оқушыға уақыт табу оңай ма, өз-өзіне уақыт таппай жүргенде. Ұстаз болу ерлікпен тең мақтылық. Білім нәрін себу соны ұқтырып, жаратқаным жар болсын ешқашанда, ел деп басқан қадамдарын құт қылып. Ұстаз деген ұлағаттыл адам. Бас еді оған ақын ғұламаң, ол себебі ертеңіңді ойлайтын мектептегі мейірімді бір анаң. Өмірлерін түсінетін жан бар ма? Адалдықпен шуақ төгер барманға. Байлығы жоқ қарапайым ұстаздың, жол үлкен, уәзір тұрмақ ханнан да. Уа адамдар, шығармайық бұны естен. Ұстазы жоқ ұлттың талай үні өшкін. Мектеп ашып ыбырайлар кешегі білімсіздік надандықпен күрескен. Сол бір үрдіс келе жатыр жалғасып. Сақталса да тарих болып шаң басып. Ұстаздарын ұлықтаған ұлттардың болашаққа барар жолы мәңгі ашық. Мен үшін ұстаз болашақтың бейнесі, адамгершіліктің үлгісі. Ұстаз әр жүрекке жылу сеуіп, нұр құятын, қуаттың, өмірдің қайнар көзі. Ұстаз деген кәсібилік пен шеберлікті ұштастырған, өзгенің уақытын аялайтын, өзін уақытын аямайтын дара тұлға. Менің екінші анам, қамқоршым, ақылшым және жанашырым. Для меня учитель – лидер, друг, кумир, что учит уважению и вечным ценностям. Человек, что помогает вступить во взрослую жизнь, вкладывая нравственные понятия в наши души. Ұстаз мен үшін ұлы тұлға. Әлемнің данышпан ұстаздарым, шәкірт жолын толықтырған білімменен, ұстазды сәуле шашқан күндеп білем, бар жылылығын аямаған шәкірттердің. Біз колледж табалдырығын аттағаннан бастап, онда қызықты да терең білім алып, тылсым дүниені таныдық. Ұстаздарымыз бізді білім тұңғиығынан нәр алдырып, қажырлылық пен ізгілікке, адамгершілікке баулыды. Табандылық пен еңбек етіп, алдымызға биік мақсаттар қоюды үйретті. Қазақстанның жасампаз жастары өздеріңіздің білімдеріңіз бен біліктіліктеріңізді қатты қажет етеді. Елдің ертеңі болар ұрпақты тәрбиелеп, оларға салт сананы сіңіре отырып, адамдық пен адалдыққа, білім мен өнерге баулай отырып, әр қайсысын жеке дара тұлға ретінде қалыптастырудағы еңбектеріңіз зор. Ұстаздың бақыты озық туған шәкірті демекші, сол бір ұландарыңыз аттарыңызды әлемге әйгілі даңқты етсін, және де әр қайсысы дара бір жеке тұлға ретінде қалыптасып, өздерінің өмірдегі орындарын тапсын деп тілеймін. Құрметті ұстаздар, сіздерді ұрпақ тәрбиелеу жолындағы елеулі еңбектеріңізге шын пейілмен алғыс айта отырып, ұстаздар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға демекші, ел игілігі жолындағы еңбектеріңіз жемісті болсын. Әрдайым табыс биігінен көріне беріңіздер. Құрметті ұстаздар, сіздерді бүгінгі төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Қоғам мен адамзат алдындағы еңбектеріңіз шексіз. Өскен ұрпақ пен кәсіби маман тәрбиелеудегі өрелі жұмыстар, қызығы мен шыжығы қатар жүретін ұстаздық жолдарыңыз тек өрлеу мен өсуге әкелсін. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, қажымас қайрат тілейміз. Сен де бір кірпіш дүниенің кеттігін тапта бар қалам деп ғұлама Абай айтқандай, әр шәкірттің бойына білім нәрін құйып, өмірлік бағыт сілтеп, өмірде кірпіш боп қалануына сүбелі еңбек етіп жүрген, жаны жайсаң, жомарт, кең пейілді, ерен еңбекшіл, өткір ойшыл әріптестерім, ұстаздар қауымын төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Ең мәртебелі мамандық иелері, қажырлы еңбектеріңізде толағай табыс, абыройлы істеріңізде мерейлеріңіз үстем болсын. Отбасыларыңызға бақ береке тілеймін. Тағы да мерекелеріңізбен.